Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оңай әрі тез дайын болатын меренговый рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Таза құрғақ ыдысымызға 5 жұмыртқаның сары уызынан ақ уызын бөлек бөліп аламыз. Және де шым-шым тұз, шым-шым лимон қышқылын қосып миксермен миксерлейтін боламыз. Бөліп жатқан кезде жұмыртқаның сары уызы мүлде қосылмау керек. Егер де қосылып кеткен жағдайда алып тастау керек. Миксерді ең алдымен төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейтін боламыз. Және де қантымызды осылай қасықтап қосамыз. Біздің массамыз басылып қалмауы қажет. Ақ уыз крем сияқты қоюланғанша және де өз массасын ұстағанша миксерлейміз. Міне дәл осылай біздің ақ уызымыз қоюлана бастады. Енді кукуруз крахмалын қосып тағы да миксерлейміз. Өте ұзақ миксерлеудің қажеті жоқ, тек толықтай араласқанша миксерлейміз. Осымен біздің массамыз дайын болды. Міне дәл осылай ағып кетпейтіндей болуы қажет. Енді массамызды пергамент қағазын төсеп, противенге құямыз. Енді силиконды күрекшенің көмегімен противеннің барлық жеріне әдемілеп жаямыз. Әдемілеп жайып болған соң енді қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Және де толықтай піскенін шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Меренгамыз пісем дегенше енді кремін дайындаймыз. Кремі өте оңай дайын болады. Бізге 33-35% сливки қажет болады. Сливки міндетті түрде салқын болуы қажет. Енді қант немесе қант ұнтағын қосып, миксердің төменгі жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Сливки кішкене қоюланған соң енді творожный сырды қосып, жақсылап миксерлейміз. Креміміз толықтай қоюланып, өз массасын ұстағанша миксерлейміз. Осымен креміміз дайын болды. Дәл осылай қою болу керек. Мен кремді кондитер қапшығына құйып пайдаланамын. Ол міндетті емес, және де дәл осындай насатканы пайдаландым. Насатканың номері есімде жоқ, бірақ кез келген насатканы пайдалансаңыздар болады. Меренгамыз пісіп шықты. Астына пергамент қағазын төсеп аударатын боламыз. Және де толықтай суыған соң кремін жағамыз. Толықтай суыған соң енді барлық жеріне әдемілеп біркелкі етіп кремін жағамыз. Арасына кез келген өздеріңізге ұнайтын жеміс-жидектерді пайдалансаңыздар болады. Мен құлпынай тосабын пайдаландым. Енді рулетімізді ақырындап, абайлап ораймыз. Дайын болған рулеттің енді өз қалауыңызша оформлениесін жасаймыз. Мен қалған кремді осылай рулеттің бетіне құйып шықтым. Бетіне кез келген жемістерді пайдаланамыз. Мен апельсин және кивиді осылай әдемілеп қойып шықтым. Жемістерден бөлек түрлі түсті шоколадты посыпкаларды пайдаландым. Осымен біздің өте оңай дайын болатын дәмді меренговый рулет дайын болды. Рецепт ұнаса міндетті түрде сақтап алыңыз. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.